Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге баклажаннан жасалынатын икраның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бізге керегі баклажан, кабачки, болгарский перец, екі түрі бар менде, жасыл және қызыл. Помидор дайындап алдым осылай, пияз, сәбіз керек болады. Және көк шөптер, укроп, петрушка. Және ашытқыштан 4 штук қосамын. Бұл ашыты болады. Осы көрсетілген көкөністердің барлығын турап аламыз. Ең алдымен баклажанды турап аламыз. Видеода көрсетілгендей кубиктап турап аламыз. Осылай. Және кабачкиді да осылай кубиктап турап аламыз. Турап алғаннан кейін барлығын ыдысымызға салып, бір ас қасық толтырып тұзды саламыз да араластырып жарты сағатқа қоямыз. Сонда оның суы шығатын болады. Енді пиязымызды тураймыз кубиктап. Перецті тураймыз кубиктап бұны да. Помидорды және сәбізді мясорубкадан өткізіп аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, бірінші пиязымызды саламыз, жақсылап қуырып аламыз, қызартып, одан кейін сәбізді қосамыз. Сәбізді 10 минуттай қуырамыз, суы шыққанша басылып, суы шығады, өзінің соғанға дейін қуырамыз. Міне бізде қуырып болды сәбіз, енді үстіне перец саламыз, оны да жақсылап араластырып 5-10 минут қуырып аламыз. Енді одан кейін баклажанды суынан сығып алып саламыз. Баклажан 10-15 минут өткеннен кейін өзі басылады, суы шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне менде 10-15 минуттай өтті. Қарасаңыздар, су шығып бастап жатыр. Баклажанымыз басылған. Осы кезде біз помидорымызды қосамыз. Помидорды қосқаннан кейін ащы перецті қосамыз осы кезде. Және тұз, қантымызды қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді бетін толық жаппай, осылай отты қаттыға қоямыз. Қайнағанша, қайнағаннан кейін астын азайтып 55-1 сағат немесе қайнатамыз. Ортада араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Менде міне 1 сағат өтті. 1 сағат қайнаттым. Осы кезде енді бізде қалғаны көк шөптерімізді қосамыз. Және чеснокты қосамыз. Тағы жақсылап араластырамыз. Енді 10 минуттай қайнатамыз жай отта. Сонымен біздің икрамыз дайын болады.
менде міне дайын болды. Қарасаңыздар, осындай қою болады. Осы ыстық күйінде банкаларымызды стерилдеп жабамыз. Менде жалпы 8 литр шықты, 7 литрін жабамын банкіге, 1 литрін өзімізге қалдырамын. Осылай толтырып құясыздар. Енді барлығының крышкасын жауып, менде мына жерде закрывашкамен жабатын банкілер бар, 2 литрлік. Осылай бұрандаулы банкілер бар, оларды ыстық болғандықтан орамалмен ұстап, осылай жабамыз, бірақ орамалмен ыңғайсыздау болады. Қолмен жауып шығып, төңкеріп қоямыз. Енді закрывашкамен жабуды мен ссылкасын қалдыратын боламын. Тағы да қыстық салаттарды жапқанымда үйретілген еді, көрсетілген, сол жақтан қарап көрсеңіздер болады. Осымен менің банкаларым міне ертеңнен түсіргенім басылған, қарасаңыздар. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер ұнап жатса, лайк баса кетіңіздер.